Жаратылыстану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыттың адам өміріндегі маңызы. Бүгінгі сабақта сендер адам өмірінде уақытты маңызы қандай екенін түсінесіңдер. Уақыт өлшемі деген ұғымдармен танысасыңдар. Оқулықтарың 69-шы бетін аша қойыңдар. Сендерге мынандай сұрағым бар. Уақыт дегенді қалай түсінесіңдер? Уақытты анықтауға бола ма? Айналамыздағы кез келген дене өзгереді. Мысалы, бүгін гүлдің тұқымын отырғыздық. Оған су құямыз, топырағын қопсытамыз. Бірнеше күннен кейін оның сабағы өсіп шығады. Тағы бірнеше күн өткен соң ол гүлдейді. Осы аралықта біраз уақыт өтеді. Төмендегі жануарлар қалай қозғалады? Арыстан қалай қозғалады? Әрине жылдам. Ал тасбақа ше? Баяу. Бір жерден екінші жерге алдымен қай жануар жетеді? Әрине арыстан. Қай жануар уақытты үнемдеді? Арыстан. Яғни балалар, сендер де жылдам орындасаңдар, сендер де өз уақыттарыңды үнемдей аласыңдар. Естеріңде болсын балалар, мектепке, жұмысқа, пойызға, ұшаққа кешігуге болмайды. Үлгеру үшін уақытты білу қажет. Уақыттың өлшемі болады. Олар секунд, минут, сағат, тәулік, ай, жыл, ғасыр. Назарымызды суретке аударайық. Оқушылар кітап оқуға және тамақтануға қанша уақыт жұмсады? Ол үшін сағатқа назар аударыңдаршы. Біз кейде балалар қас пен көздің арасындай дегенді естиміз. Бірақ кейбіріміз оның мағынасын түсінбейміз. Қас пен көздің арасы халықтық өлшем. Яғни ол тез, жылдам, лезде деген мағынаны білдіреді. Балалар, сендерге мынандай сұрақ. Бір сағатта не істеуге болады? Бір сағатта сабақ оқуға болады, дұрыс айтасыңдар. Тағы не істеуге болады? Бір сағат серуенге шығып келуге болады, дұрыс айтасыңдар. Ал бір күнде үшін істеуге болады? Бір күнде таңғы жаттығу жасауға болады, таңғы асты ішуге болады, мектепке барып келуге болады, кешкі серуенге шығуға болады, теледидар көруге болады, сабақ оқуға болады, дүкенге баруға болады, тағы да көп нәрсе істеуге болады, иә балалар? Балалар, сендер өз күн тәртіптеріңді құрастырыңдар. Мысалы, сендер таңғы жаттығумен, мысалы, түз тазалауға қанша уақыт жұмсайсыңдар? Күн тәртібін сақтайтын адамның уақыты бәріне жетеді, балалар. Осымен балалар, жаратылыстану сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.